Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен вафли дайындайтын боламыз. Бұл вафлилерді дайындау үшін арнайы вафленица керек болады. Өте дәмді әрі өте қытырлақ болып шығады. Бұл видеода мен вафлидің 3 түрлі жолын көрсетемін. Ол үшін бізге бөлме температурасында сары май, жұмыртқа, ұн және қант керек. Сары майға қант қосып миксерлейміз. Одан соң барлық жұмыртқаларды араластырамыз. Егер сізде винтик болса, онда жұмыртқаны бір-бірлеп сала отырып араластырасыз. Тестіміз бір қалыпқа келгеннен кейін ұнды саламыз. Осындай қоюлықта тестіміз дайын болады. Вафленицамыз қызғаннан кейін тестіні сала беруге болады. Менде ас қасықтан үлкендеу қасық болды. Егер сіздерде ас қасық болса, онда 3-4 ас қасықты салу керек. Вафлеміз дайын болғаннан кейін оны қолмен немесе арнайы таяқшалармен трубочка етіп ораймыз. Және екінші жолын осындай конуспен орау қажет. Өте әдемі және үлкен болып көрінеді. Ендігі жолы вафлиді өзіне 2 қайтара беттестіреміз. Үй жағдайында жасап дастарханға ұсынуға өте әдемі көрінеді. Видеоның басында айтқанымдай 3 түрлі вафлидің жолымен бөлістім. Өте оңай әрі дәмді, өте әдемі көрінетін вафлилер дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Подписаться етіп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.